Сәлем құрметті қыздар, тоқымашылар. Біз әдеттегі мастер-классымызды бастаймыз. Біз мына суреттегі кардиганды тоқимыз. Ол үшін бізге осындай узор жасау керек. Бұл өте оңай. Бұл ешқандай размерді есептеудің қажеті жоқ. Бұл өзі стандарт, өзіңіз қалағаныңызша тоқи бересіз. Ары қарай мен мастер-класста қаншалықты осындай узор тоқитыныңызды айтып отырамын. Ал бізге ол үшін керегі мынандай жіптер. Өте қалың емес, өте жұқада емес, орташа қалыңдықтағы жіптер. Осындайдан бізге 8 штук жіп керек болады. Сондықтан 8 штук жіпті сразу алып қойыңыздар. Және де мынандай мен жіптің қалыңдығына қарай сондай 4 миллиметрлік крючокпен тоқып жатырмын. Бұны үшінші размермен де тоқуға болады, бірақ ол сәл кішкентайлау болады. Ал 4-пен тоқса объемный болады. Олай болса, кеттік, бастаймыз. Енді бастаймыз. Міне, мына жіпті былай алдық, я. Крючогымыз 4-ші размер, 4-ші миллиметр крючок. Жіпті аламыз да, былай аламыз да, қайырамыз да. Бірінші байлап аламыз крючогымызды. Петля жасап аламыз бірінші. Міне, алғашқы петлямыз міне. 1, 2, 3, жақындатып көрсетейін. 4, 5, 6. 6 воздушный петля дейді бұны. Жай қарапайым ілу. Осыны ең бірінші петлямызға апарып, бұлай шығарып аламыз. Енді бұл мастер-класс негізі кішкене тоқудан азғантай болса да хабар бар қыздарға арналады. Егер сіздің мүлдем хабарыңыз жоқ болса, онда менің инстаграм парақшамда көптеген пайдалы ақпараттар бар. Қазір парақшамның ссылкасын төменге қойып кетейін. Ары қарай кеттік. Ары қарай круг жасадық қой. Енді ары қарай тағы да 5 петля іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ді іліп алдық. Енді мына кругтың ішіне біз узорларымызды тоқитын боламыз. Кеттік ары қарай міне. Іліп аламын. Енді біз 3 столбик с накидом дейді. Орысша, енді оның қазақшасы переводын мен білмеймін. Мен осылай менің көрсеткенімді бірме-бір қайталасаңыздар, сіздерде де әдемі кардиган шығады. Кеттік. Міне, іліп алдым. Мына кругтың астынан өткізем да, тағы да іліп, былай шығарам. Сол кезде менде крючокта 3 жіп болады. Соның алғашқы екеуінен былай іліп шығарамын. Тағы екеуі қалды, тағы да шығарамын. Бұл бізде столбик с накидом, бір столбик болды. Осындайдан тағы екеуін жасаймыз. Іліп алдым, астан шығардым. 3 болды ма, алғашқы екеуінен өткіземін. Және тағы да алғашқы екеуінен өткіземін. Одан кейін екеуінен өткіземін. Тағы 3-ші қайталаймыз. 3 столбик с накидом шықты. Енді 3 воздушный петля жасаймыз. Ары қарай мына 3 столбикті қайталаймыз дәл осылай. Екеуден өткіземін. Тағы да екеуден өткіземін. 2 столбик болды. 3-ші столбик. Енді ары қарай біз жаңа мына жерде 5 столбик жасадық қой. Міне. Біз қараңыздар, бізде зеркальный болып жатыр. Мысалға, мына ортасы, мына екі жағы. Енді бізге мынандай кішкентай арочка керек. Ол үшін біз 2 жасаймыз. 2. Сосын іліп аламыз да, мынандай ұзын столбик шығару үшін мына басындағы
ең басындағы петляның біріне апарып кіргіземіз да осылай петля жасаймыз. Түсінікті болды ма? Түсінікті болып жатыр ма? Түсінбесеңіз қайталап басынан бастап көріңіз. Бастапқыда сәл қиындау болады, өйткені бастап ары қарай алып кеткенше, одан кейін қайталана береді осы рядтар. Мынау ең басы. Түсінікті ұғынып алыңыздар, одан кейін оңай болып кетеді. Ары қарай екінші ряд, ары қарай. Осы тұрған жерінен жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петля болды. Бастапқыдағыдай. Тоқымамызды кері жағына айналдырамыз. Енді мына жағынан тоқимыз. Аламыз да мынандай столбикті мына жерде. Мына аркада қайталаймыз. 1, 2, 3. 3 столбигіміз шықты. Енді ары қарай тағы 3 воздушный петля. Просто 3 ілмек іліп аламыз да. Енді мына аркаға тағы да тоқимыз. Бұл өте оңай сондай узор, бірақ қазір тоқып болған кезде өте әдемі болып шығады. Осыны осылай үш бұрышты көбейте береміз. Так, міне келдік. Біз тура мына арканы мына жерде тағы жасаймыз. 1, 2, 3 дейміз да. Тура осы аркаға қайтадан тоқимыз. 3 столбик накидым. Көрдіңіз бе? Мынау центрі болады тоқыманы. Мынау тура желкеңізде тұрады мына жері. Мынаны көбейткен кезде мынау ең астында, ең астыңғы не болады? Үш бұрыш болады. Тоқыған кезде, үлкейген кезде түсінеміз. Тоқымамыз үлкейген кезде өз бәрі түсінікті болады. 1, 2, 3. Енді мынаны бұлай қарай қайталаймыз. Мына узорды бұлай қарай қайталап жатырмыз. Мына аркаға тағы 3 столбик тоқимыз. 1, 2, 3 тоқыдық. Енді мынау тұрған үлкен столбикті біз бұлай жасаймыз. 1, 2, бағана мына жерде жасадық қой, тура солай. 2 дейміз да, қалғанын мына жердегі бір ілмекке, бір жіпке ілеміз осы жерден. Сосын осы жерден столбик накидым. Тоқыған кезде мынандай арка болып шығады. Түсінікті ма? 1, 2, 3, 4, 5. Тура осылай қайталаймыз ары қарай. 5-еу тоқыдық та, кері қарай айналдырдық. Уже үлкейіп келе жатыр тоқымамыз. Қайтадан мына аркаға қайтадан тоқимыз. 1, 2, 3. Ортада мына жерде воздушный болады да, мына аркаға тағы тоқимыз. 1, 2, 3. Енді мына аркаға тоқимыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Көрдіңіз бе? Осындай квадраттар тоқимыз. Енді біз жаңа айтқандай центрға келдік тағы да. Мына аркаға біз бұлай екі жаққа қарап тұрған тура осындай екі не тоқимыз, узор тоқимыз. Біреуі мына жаққа қарап тұрады. 3 столбик мына жаққа қарап тұрады. Ал 3 столбик мына жаққа қарап тұрады. Тек центрда ғана осылай 2 столбикті бір аркаға тоқимыз. Қалған жердің барлығында аркалерде, мынандай аркаларда біреу ғана болады. Узор. 1, 2, 3. Енді мына жерге тоқимыз. Ашық жерге. 1, 2,
1, 2, 3. Көбейіп келе жатыр. Енді мына аркаға тоқимыз. 1, 2, 3. Енді мына жерден бітіріп тастамаймыз, шатаспаңыздар. Біз басында былай бастадық қой, жаңа 5 петля. Сол 5 петляның біз былай келтіреміз. Жаңа айттым ғой. Басында 5 петлямен басталады, ал былай узорды аяқтайтын кезде үш бұрышты 2 воздушный петля тоқимыз да, біреуін, қалған үшеуін, міне 1, 2, енді 3, 4, 5-тің орнына былай істейміз. Міне іліп аламыз. Кез келген бір тесіктен аламыз да, петлядан былай тоқып жібереміз. Сол кезде осындай арка пайда болады. Мынандай. Не көрдіңіз ба? Уже үлкейіп келе жатыр. Біз уже неше қатар тоқыдық? Міне. Мынадан бастап есептейміз. 1, 2, 3 қатар тоқыппыз. Уже үлкейіп келе жатыр. Тағы бір қатар көрсетейін, сосын қалғанын өздеріңіз үлкейтесіздер. 1, 2, 3, 4, 5. Узор басталатын кезде, үш бұрышты бастайтын кезде 5-еуден бастаймыз. Былай айналдырамыз. Теріс жағын мына аркаге, мынаған тоқып шығамыз да, мынаған келген кезде 2 арка тоқимыз, 2 жаққа қарап тұрған. Көрдіңіз ба? Ортаға келдік. Ортаны көбейтеміз қазір бұл жерден. Бұл жерден 2 жаққа қарап тұрған арка жасаймыз. 1, 2, 3. Дәл осы жерге қайтадан тоқимыз. Енді былай қарай қайтамыз. Мына жерде жаңа центрде бөлек 3 петля, 3 узор тоқсақ, мынандай. Мына да дәл солай 1, 2, 3. Сосын аяқтауын бірақ көрсетейін. Міне, соңына келдік. Санаймыз, қараңыздар. 1, 2, 3, 4-те. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ана жерде, мына қатарда 1, 2, 3. 1, 2, 3. То есть, мына жағы мен мына жағы бірдей болу керек. Мынау центр. Ортада центр. Екі жағы осылай өстіп көбейтіп отырасыз. Бұны сіз қай жерге келетініңізді айтайын. Дәл осылай тоқи беріңіз. Бұл үш бұрыш өте үлкен болады. Сол кезде мынаны өлшейміз. Былайынан қоямыз да, үш бұрышты центрда аламыз да, мынадан мынаған дейінгі ұзындықты өлшейміз. Қыздар, мынандайды, мына үш бұрышты әбден көбейтіп боласыз. Мынандай ряд әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан мен нақты айта алмаймын, бірақ мен өлшеген кезде, мынандай сызғышпен өлшейтін, метрлікпен өлшеген кезде, сізде мына центрдің ұзындығы, мына үш бұрыш орамалыңыздың ұзындығы метрде 110. Яғни 110 сантиметр болу керек. Өзіңіздің бойыңызға қарай мүмкін сізге